Шаршап кеттім ғой. Сені тоқтату қиын екен. Дүлдүл, шабысың күннен күнге мықты болып барады ғой. Найзағай тұлпар, мені жолымнан қалдырма. Мен ақ жүректі құтқаруым керек. Сені тоқтату қиын екен. Дүлдүл, сен жалғыз өзің қалай құтқармақсың? Бір амалын табармын. Мен саған көмектесейін, Дүлдүл. Ендеше несіне уақыт созып тұрмыз? Кеттік. Шы! Менің Дүлдүл досым қайда? Мына бүйрабастарың айт, мазақ қылғандарың қойсын. Әйтпесе бар ғой. Ұят емес пе? Үлкен жануарды сыйлау керек. Қане, кешірім сұраңдар. Кешіріңіз. Үлкенге сет деген бар. Енді барыңдар, ойнап келіңдер. Есек-ау, Дүлдүл досың әлі табылмады ма? Жоқ, қарамаған жеріміз жоқ. Найзағай тұлпарда жоғалып кетті. Есек-ау, жайлаудағы барлық жануарға айту керек шығар. Жиналып бір-бірімізге көмектесейік. Күшіміз бірлікте емес пе? Біріксек бір зал алмайтын қамал жоқ. Алға есек, көтер ғане басыңды, жүр. Дүлдүл, бірдем алып алайық. Ентігіп кеттім. Жарайды. Найзағай, анау не? Мұналар не істеп жүр, Дүлдүл? Мәссаған, мен де білмеймін. Дүлдүлзан! Аман екенсің ғой, қатты уайымдадық. Сені көп іздедік, Дүлдүл. Бастысы аман сау екенсің. Рахмет сендерге, достар. Енді несіне тұрмыз? Жүріңдер, жайлауға қайтайық. Өз үйімізге, өлең төсегімізге барайық, достар. Дүлдүл, сені түсініп тұрмыз әрине. Бірақ денсаулық та керек. Бұқалар дұрыс айтады. Адамдар көп жүрген жерде біздің шамамыз жетпейді. Бізге зияны тиюі мүмкін. Бірақ ол менің бауыр басып қалған досым ғой. Досқа көмектесу керек. Барлығын қайтарып жіберейік. Содан соң? Өзіміз асықпай тауып аламыз. Мен де өз ойынды айтсам деп едім. Айта ғой, Тарлан. Жайлауға қайтайық. Жақсылап жоспар құрайық. Тарлан дұрыс айтады, Дүлдүл.